Қашықтықтан оқыту адамның білім алуға және ақпарат алуға деген құқықтарын үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының бірі ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп, білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Білім беру ұйымдарында қашықтықтан оқыту жүйесін ұйымдастыру және дұрыс қызмет ету үшін бірнеше функцияларды орындау қажет. Соның бірі уақытты қалай тиімді қолдануға болады. Әр оқушы уақытты өзіне ыңғайлап тағайындайды. 1 сағат сабақ оқығаннан кейін 5-10 минуттық үзіліс жасау пайдалы болады. Сабақ оқу үшін, қажетті күш-қуаттың қалыптасуы үшін мен сіздерге жапон зерттеушісі әрі өздігінен саусақ массажы кітабының авторы Ясиро Суцумидің мидың дамуына арналған жаттығуларын ұсынғым келіп отыр. Бұл жаттығулар сіздердің есте сақтау қабілеттеріңізді жақсартады, зейіннің шоғырлануын күшейтеді және ми дамуы негізіне қозғау салады. Егерде сіз бұл қарапайым жаттығуларды күн сайын жасасаңыз, саусақ стимуляциясы сіздің ағзаңызды жасартады және мидың жұмыс жасауы күшейеді. Өйткені әр саусақта тікелей мимен байланысатын 3000-нан аса механорецепторлар болады екен. Ендеше жаттығуды бастайық. Алақанды біріктіру керек. Мұрын арқылы терең демаламыз. Қолымызды бүгіп, саусақтарымызды төс тұсына дейін көтереміз. Сіздің саусақтарыңыз бір-бірімен тығыз қысылған болу керек. Енді ауыз арқылы демді шығарып, қолдарымызды ауыстыру арқылы бұл жаттығуды жалғастырамыз. Ең бастысы жаттығуды әдеттегідей дем алып, асықпай, тегіс қарқынмен орындаймыз. Шынтақтарыңызды төмен түсірмеңіз және қолдың қозғалысымен тыныс алуды бақылауға тырысыңыз. Бұл жаттығуды күніне 15 рет орындасаңыз болады. Назарларыңызға рахмет, сәттілік.